Қаламыздағы Абай атындағы облыстық кітапханада ардагерлер ұлт ұйтқысы ұрпақ жалғасы отан қорғаушы жастар атты тақырыпта форум өтті. Аталмыш шараны Семей қаласының әкімдігінің ішкі саясат бөлімі және Семей қалалық ардагерлер кеңесі бірлесіп ұйымдастырды. Форумның мақсаты аға буын ардагерлер мен кейінгі толқын жастар арасындағы рухани сабақтастықты нығайту, жастарды тәрбиелеудегі әскери патриоттық жұмыстарды ширату болатын. Бүгінгі таңда ардагерлер ұлт ұйқасы атты кеш шарада болудамыз форумда. Яғни бұл форумның мақсаты осы Абай облыстық өңірінің жас сарбаздарын және одан бөлек Абай облыстық ардагерлермен кездесу. Біздің қазіргі таңдағы жас сарбаз оқушыларымыз сол ардагерлерге қарап өздерінің күш-жігер алып, өздерінің отанға деген сүйіспеншілігін жақсартуда деген сияқты солай түсінеміз. Жалпы айта кететін болсақ, Абай облыстық өңірде қазір жас сарбаздар әрбір мектептерде ашылуда. Біздің мақсатымыз тек қана Семей қаласында емес, осы Аягөз және одан бөлек басқа аудандардан да жас сарбаздармен бірге форумда құру. Жиын барысында ерен еңбегімен үлгілі болып жүрген бірқатар ардагерлер құрметке кенеліп марапатталды. Атап айтса, Қазақстан Республикасының ардагерлер кеңесінің шешімімен қаламыздың бірқатар аға буын өкілдері құрмет төсбелгісін салтанатты түрде иеленді. Олардың қатарында Семей қаласы ардагерлер кеңесі президиум мүшелері белгілі ғалым Зейнолла Тоқаев, құрметті теміржолшы Қырықбай Әлсейітов сынды аға буын өкілдері бар. Қалалық әкімдік ғимаратында Семей қаласының әкімі Нұрбол Нұрсағатовтың төрағалығымен төтенше жағдайлар жөніндегі қалалық комиссияның кезекті отырысы өтті. Отырыста Семей өңірінің орманды дала өрттерінен қауіпсіздігін қамтамасыз ету, тұрғын үй секторындағы өрт қауіпсіздігі туралы, сондай-ақ шомылу маусымы кезінде азаматтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесі қаралды. Семей қаласы әкімдігінің бөлімдері мен жаңа Семей ауданының ауылдық округтерінің әкімдеріне елді мекендердің айналасында жер жырту, қала аумағында қамыс шабуды ұйымдастыру, өзен мен көлдерде адамдардың қауіпсіздігін қадағалау, қалалық жағажайларды ұйымдастыру және демалыс кезінде балалардың қауіпсіз демалуы бойынша ұсыныстар берілді.